Бау-бақшаны қиратып, қайта қалпына келтіруді ұмытып кетті. Потанин көшесі мен Калюжный көшесінің қиылысындағы бау-бақшаның бүгінгі сыйқы мынау. Жолды жөндеу жұмыстарын жүргізген компания Галина Сабитованың бау-бақша қоршауын қиратып кеткен. Ал мекеме өздерінің құрылғылары мен материалдарын осы үйдің жанына қойып жүрген. Бірақ қоршауды жасап беруді жөн деп санамаған. Я дома с внуком была, грохот какой-то. Үйде немереммен отыр едім, қатты дыбыс естіп далаға жүгіріп шықтым. Қарасам, қоршаудың жанында үлкен тіркегіші бар трактор және оның қасында 2 жұмысшы тұрды. Олар маған қоршауды жөндеп береміз деді. Бір ай болды, әлі ештеңе де істелген жоқ. Бригада басшылығының айтуынша, Галина Сабитованың жеке меншігіне байқаусызда кіріп кеткен техника тежегішінің істен шығып кетуі себеп болған. Ал бригада тарапынан ешқандай амал жасалмаған. Мәселенің ақ-қарасын анықтау үшін бригада қызметкерлерімен кездескенімізде жақын арада қоршауды қалпына келтіреміз деп уәде етті. Что мы сделаем, как полагается, все, забор покрасим, почистим. Мекеме басшысының өзі де бұл мәселені шешіп қоршауды орнатып береміз деп отыр. Ал Галина Сабитованың әзірге күтуден басқа амалы жоқ.